Қайырлы күн достар, сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге дәл қазіргі таңда хит болып жатқан салаттар топтамасымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен менің инстаграм парақшама тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Түрлі ақпараттармен бөлісемін. Ең бірінші редиски салатымызды дайындаймыз. Жақсылап жуып тазалап, сыртын ашып, екі бөлікке бөліп ортасынан бөлеміз. Ұзынша етіп турап аламыз. Біздің салатымызды араластыратын ыдысымыз кеңірек болғаны жақсы. Тәтті бұрышымызды алып, ұзынша етіп турап аламыз. Ортасынан 3 бөлікке бөлеміз. Майда қылып жібермеңіздер, осындай болуы керек. Және де краб таяқшамызды алып, ұзынша етіп тураймыз. Қалың болмасын, жұқа етіп турап аламыз. Қызанағымызды алып, керек емес жерін алып тастап, тағы да 2 бөлікке бөліп аламыз. Черри қызанағын пайдалансаңыздар да болады, немесе мен сияқты қызанақ пайдалансаңыздар да болады. Піскен жұмыртқамыздан 2 штук қажет болады. Біреуін алып, ұзынша етіп, майда етіп турап аламыз. Екінші жұмыртқамыздың сары бөлігі біздің салатты сәндеуге керек болады. Сол себепті ортасындағы сарысын алып, ағын ұзынша етіп турап аламыз. Үлкен қасықпен 2 ас қасық горох қосамыз. Дәміне қарай майонез және тұз қосамыз. Майонезді көп салып жүрмеңіздер. Жақсылап тұрып араластырамыз. Тарелкемізге жақсылап тұрып орналастырып, бетін әсемдеуді бастаймыз. Алып қалған жұмыртқаның сары уызын өткіштен өткізіп майда етіп себеміз, және укроппен әсемдесеңіздер болады. Осымен біздің салатымыз дайын. Жасап көріңіздер, ас болсын. Екінші салатымыз қызылша қосылған салатымызды дайындаймыз. Піскен жұмыртқамызды 2 бөлікке бөліп, өте майда етіп ұзынша қылып турап аламыз. Піскен сәбізімізді кубиктап тураймыз. Піскен қызылшамызды өткіштен өткіземіз. 1 штугын алып қалыңыздар, салаттың бетін әсемдеуге. Бірақ ол міндетті емес. 2 ас қасық жүгері қосамыз. Майонезге сарымсақ қосып өткіштен және тұз қосып жақсылап тұрып араластырып салатқа қосамыз. Салатымызды жақсылап тұрып араластырамыз. Және де бетін әсемдейтін қызылшамызды 2 бөлікке бөліп, осылай жұқа етіп турап аламыз. Тарелкемізге салатты орналастырып, шетінен гүл сияқты етіп жасаймыз. Бірақ бұл міндетті емес. Дәл осылай жасасаңыздар, салаттарыңыз өте әдемі болып шығады. Бетін укроппен әсемдейміз. Осымен біздің 2 түрлі тойымды салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көруге кеңес етемін. Сіздермен болған Назерке. Пікірге менен қандай рецептер күтесіздер, соны жаза кетіңіздер. Алдағы уақытта міндетті түрде шығарамын. Достар, менің YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Және де қоңыраушаның белгісін все деген батырмасын басып қойыңыздар. Сол кезде әрбір салған видеомды ең бірінші болып қарайтын боласыз.